Әр елдің салты басқа, иттері қара басқа. Дәл осы секілді біздің қазақ халқының ертеден келе жатырған ұмытылмас мұрасы, салт дәстүріміз бар. Өздеріңіз байқағандай, Тұлға боламын бағдарламасының 3-ші шығарылымы салт дәстүрге арналмақ. Ендеше сіздермен бірге мен Сайын Нұрай. Біз бүгін мектебіміздің оқушыларынан қазақтың салт дәстүрлері туралы ойын білетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Аида, сен білесің бе, қазақ арасында кеңінен танымал шапан жауып ат мінген салт дәстүрі бар. Сол туралы айта кетсең. Иә, әрине білемін. Оны білмейтін адамдар кем-де-кем шығар. Мысалға, бұрынғыдан да келе жатқан дәстүр ғой. Үйіне бір қадірлі қонақ келсе алыстан, соған шапан жауып, ат мінгізіп, малын сойып, бас беретін болған. Мысалға, менің отбасымда да алыстан қонақ келетін болса, мен ата-анам да дәл солай істемеді. Бізге ежелден келе жатырған жастар арасында кең танымал бастаңғы салт дәстүрі туралы не білесің? Сол туралы айта кетсең. Көптеген салт дәстүрлерді білемін. Оның арасында бастаңғы салт дәстүрі. Ол қазіргі кезде жастар арасында кең таралған. Мысалға алып қарайтын болсақ, біздің үйдің үлкендері алыс сапарға шыққан кезде жастар өздері қалып бір мәселені ақылдасу. Мысалы, сыныптастарымыз алсақ та болады. Олар біз өзімізбен бір тақырыпты алып, біз ұйым болып соны ақылдасамыз және соған жетеміз. Саясат. Ежелгі ата-бабамыздан мирас болып келе жатырған беташар салт дәстүрі туралы не айта аласың? Беташар салт дәстүрі бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрлердің бірі. Ол салт дәстүр арқылы біз келінге, жаңа түскен келінге, ауылға түскен жаңа келінге біз үлкенмен кішісін таныстырып білістіре аламыз. Ақылбек, өзің білетіндей қазақ халқында өте көп салт дәстүрлер бар. Соның ішінде өзіңе ұнайтын айрықша бір салт дәстүрді атай кетсең. Иә, атқа міну. Үлкендер жиналып, бала 4-6 жасқа толғанда той жасайды. Балаға ер-тұрман сыйлап, алға қойған мақсаттарына жетсін деп, жауынгер болсын деп, еңбекқор болсын деп атқа мінгізіп орындатқан. Маған ұнайтын салт дәстүрлердің бірі осы. Ендеше келесі кезекті балаларға қатысты салт дәстүрге берейік. Қазіргі таңға дейін өзінің негізін жоғалтпаған, баланың өмірінде ең алғаш дәстүрлердің бірі болып жасалған дәстүрлер туралы не айта аласың? Жалпы нәресте дүниеге келгеннен орындалуы керек міндетті ғұрыптардың бірі бұл тұсау кесу салт дәстүр деп аталады. Тұсау кесу, тұсауды, баланың тұсауын халқына қалаулы, еліне елеулі үлгі тұтарлықтай азаматтарға кестірген. Әлі де солай негізін алып келе жатырған салт дәстүр тұсау кесу. Және де бірі білсе, бірі білмес, тұсауды тек қана ала жіппен емес, сонымен қатар шөппен, көк шөппен және де тоқ ішекпен кесетін болған. Баланың тұсауын ала жіппен кесудің негізгі мақсаты бұл біреудің ала жібін аттамасын, біреудің дүние мүлкіне көз сұқпасын, қол сұқпасын деген мақсатпен ала жіппен кескен. Және де тоқ ішекпен бай болсын, бар болсын деген ниетпен тоқ ішекпен кесетін болған.